Бірде ұстазым мына бір оқиғаны айтып берді. Бірде әке мен бала саябақта серуендеп, қол ұстасып келе жатады. Әкесінің қолын қапсыра ұстап келе жатқан бүлдіршін қарғаны көріп, «Әке, бұл не?» дейді. Әкесі, «Бұл қарға балам» дейді. Бала тағы да, «Әке, мынау не?» дейді. Әкесі, «Балам, бұл да қарға» дейді. «Мәссаған, қарға ма? Ал мынау не?» «Бұл да қарға балам». Сөйтіп 10 минуттай тоқтамай сұрақтар қояды. 10 минут ішінде 30 шақты рет сұрақ қояды. Әкесі санаған екен. Осы оқиғаны әкесі өзінің кішкентай күнделігіне жазып қояды. Бүгін ұлыммен саябақта серуендедім. Саябақта қарғаларды көріп, «Бұл не?» деп 30 рет сұрақ қойды. Оның әрбір сұрағына жауап беру маған қуаныш сыйлады. Арада 30 жыл уақыт өтеді. Екіде болған кішкентай баласы енді 32-лерде. Бір күні әкесі баласына қоңырау шалады. «Балам, бүгін сенің үйіңе келсем қалай қарайсың?» «Әке, бүгін қолым тимейді». «Құлыным, мен көп кідірмеймін. Көп болса 10-15 минуттай қасында болсам жеткілікті. Аздап серуендеп келейік. Сенімен бір нәрсе туралы сөйлескім келеді». «Негізі уақытым тығыз еді». «Жақсы, келіңіз». Әкесі баласымен кездесіп, баласының көлігіне отырып, баяғыда барған саябақтарына барады. «Әке, бір нәрсе айтам деп едіңіз, айта беріңіз. Менің істейтін шаруаларым бар еді». «Балам, жүр аздап серуендейік». Екеуі саябақтың ішіне кіреді. Әкесі серуендеп жүріп қарғаны көреді. Сөйтіп баласына бұрылып, «Мынау не балам?» дейді. «Әке, сізге не болған? Бұл қарға ғой». «Мәссаған». «Балам, ал мынау не?» «Әке, әзілдеп тұрсыз ба? Менің басқа да шаруаларым бар. Бұл қарға, көзіңіз көрмей тұр ма? Жақында ғана көзілдіргі әпердім емес пе? Не болды сізге?» «Өзім асығып тұрмын» дедім. «Әке, қисынсыз сұрақтар қойып кішкентай баладан бетерсіз. Сізге не болған? Не істеуім керек тағы сізге? Менің шаруаларым шаш етектен». Осылай деп тұрған кезінде әкесі бұрынғы күнделігін алып, «Балам, осыдан 30 жыл бұрын болған оқиғаны жазып қойған едім. Екеуміз осы саябақта серуендеп келе жаттық. Сен қарғаны көріп, «Мынау не?» деп 30 рет сұрадың. Сол кезде мен ерінбей, күлімдеген халде саған жауап беріп отырдым. Бүгін сен 2 реттен артық жауап бере алмадың. Біздің ата-анамызбен мәмілеміз қалай? Алла тағала Құранда ата-ананың маңызын бірнеше рет ескерткен. Алла тағала Құран аятында алдымен өзін айтып, кейін ата-анамызды айтуы бостан бос па? Жақсылап ойланыңыз. Олар бізге қандай жақсылықтар істеді, ал біз оларға қандай жақсылық істедік? Иммунитеттері әлсіз болғандықтан, арнайы оқшаулағыш қорапта жатқан қаншама кішкентай сәбилер бар. Олардың әке-шешелері әйнек қораптың ішіндегі балаларының қасынан бір ел ажырамай, 24 сағат бойы, аптаның әр күні емхананың ішінде болады. Баласы арнайы құрылғы арқылы тамақтандырылып, жатқанын көріп жанын қоярға жер таппайды. Ал сол бала ер жеткенде әкесіне қоңырау шалатын уақыты жоқ, есіне де алмайды. Анасы сол баланы босанарда қатты қиналып, өлім аузынан аман қалып, баланы дүниеге келді. Ал енді ата-анасының шалған қоңырауларына да жауап беруге қиналады. Күніне 1-2 минут уақытыңды бөлсеңші, оларға көңіл бөл. Сен олар сондай қатты жақсы көреді, ал сен болсан жылы сөз айтып, қалдарын сұрауға да жарамайсың. Осы әділетті ме? Ата-анаңа көңіл бөлмеуің олардың жандарына қатты батады. Менің ешбір қадірі қасиетім қалмаған екен. Мендей жанға баламның уақыты жоқ маған деп күйзеледі. Саған бір нәрсе маңызды болса, сен оған уақыт табасың. Ата-анаңның бөлек шығып, жеке тұрғың келеді, солай ма? Достарыңмен болғың келеді, өз-өзіңмен болғың келеді. Бастысы, ата-анаңнан бөлек шықсан болды. Осы ойлар басыңда жүрген болса, уақыт өте ол ойлар күшейе түседі. Әрекетке асырасың. Ата-анамыз бізді өте қатты жақсы көреді. Бізді қорғау үшін отқа түсуге дайын.
Олардың сезімін өзің әке, ана болғанға дейін түсініп біле алмайсың. Жасың 60-қа барса да, сен олар үшін әлі де сәбисің. Сенің кішкентай кезінде астыңды ауыстырып отырғандары көз алдарында. Қалай саған сүт беріп, тамақтандырғандары, көліктің ішінде дәрет сындырып қойғаныңда, бәрі естерінде. Сенің есіңде жоқ. Талай қызықты сәттерің, олардың естерінде. Мына оқиға есімде сақталды. Бірде менің ұлым көлік ішінде «Әжетханаға шығам, әжетхана» деп отырып, сәлден соң үндемей қалды. Терезе ашатын жағдайға да жеттік сол кезде. Соған қарамастан, маған айт мейрамында қандай ойыншық әпересіз? Мен бір ойыншық айтамын, соны әперіңіз яма деп, дым болмағандай отырған еді. Бірақ ертең оқуын аяқтайды, кейін үйленеді, өзі де әке болады. Бірақ сол кезде бұл оқиғаны ұмытып кетеді. Бірақ бұл оқиғаны кім ұмытпайды деп ойлайсыздар? Мен ешқашан ұмытпаймын. Мен баламды ваннада жуындырған кездерімді, киімдерін кигізген кездерімді ешқашан ұмытпаймын. Әке, Спайдерменнің пижамасын кигізіңізші деп айтқан кездері оның есінде болмайды, менің есімде болады. Осы балам ер жігіт болғаннан кейін, бір күні менімен сөйлескен кезінде, әке, сені түсінбеймін, қазір бос уақытым жоқ десе, бұл сөздер менің көңіліме тиеді. Бұл ауыр сөздер. Осы нәрселерді сен өз ата-анаңа, біз ата-анамызға істеп жүрміз. Олар біздің өміріміздің мәні, олар өмірлерін бізге арнады. Ата-анамыз бізге бола кәсіптерінен бас тартты, демалыстарынан бас тартты, достарымен дұрыс араласпады. Осыны білесің бе? Бұл нәрсені қазір білеміз, бірақ кішкенеден кейін ұмытып кетеміз. Сенің дүниеге келуіңмен олардың өмірлік жоспарлары өзгерді. Сен олардың жоспарына айналдың. Сен олар үшін ең маңызды орынға шықтың. Ал сен болсаң, оларға шуланасың. Бір нәрсе қалағаныңдай болмаса, бір ұнамсыз нәрсе істесең, ұрысып теріс айналасың. Жалпы ислам тұрғысынан алмағанның өзінде адамгершілікке сай ма осы? Олар саған қандай жақсылық істеді? Сен оларға не істедің? Үлкен теңсіздік. Салыстыруға да келмейді. Менің әкем мазамды алады, менің анам қияли, олар бір түрлі, олар анау, олар мұнау. Ал сен қандайсың? Өзің қандайсың? Мынаны естеріңізде сақтаңыздар. Егер ата-анаң саған риза болып, дұға жасамайтын болса, өміріңе ешқандай жақсылық келмейді. Егер олар саған ренжулі болса, олардың разылықтарына жету үшін барыңды салмаған болсаң, өміріңе ешқандай жақсылық келмейді. Бірақ кей кездерде жақсылықтар істесең де, ата-анаң істеріңді аз көруі мүмкін. Оларға түсініспеушілікпен қара. Олар еңбегіңді әділетті бағаламауы мүмкін. Егер расымен де оларды ренжітпей, өте жақсы мәміле жасасаң, онда бұл мәселе Алла мен олардың арасында болады. Бірақ ренжіткен болсаң, бұл өте өкінішті. Бұл өте өкінішті жағдай.